Good morning, children. How are you today? Саламатсыңдар ма, балалар? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Балалар, бүгін бізде ағылшын тілінен flowers in the garden деген тақырып өтеміз. Яғни бақшадағы гүлдер. Ол үшін мен сендерге жұмбақ жасырып көрейін. Бақшамызда өседі, үйге көрік береді. Қызыл, жасыл, сары түс қыздар жақсы көреді. Бұл не екен, балалар? Балалар, бұл гүл. Гүл дегенді біз өткен оқу әрекетінде өттік. Яғни flower. Flower гүл. Балалар, біз осы гүлдерді бірнеше түрімен бүгін танысамыз. Яғни олар бақшамызда өседі. Бақша дегенді ағылшын тілінде garden дейміз. Қанатайықшы garden, бақша. Жасмин, күнбағыс, sunflower. Роза, rose. Тағы бір қайталаймыз. Бақша, garden. Жасмин, күнбағыс, sunflower, роза, rose. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді мен сендерге бір дидактикалық ойын ойнағым кеп тұр. Ол үшін сендер түстерді еске түсіріп отыру керексіңдер. Ойынның аты What color is this picture деген, яғни мына суреттегі түс қандай деген. Ендеше біз сурет көрсетіледі, сол сурет арқылы сендер гүлдердің түстерін айтып отырасыңдар. What color is this picture? Яғни бұл жерде біз қандай түсті гүлді көріп тұрмыз, балалар? Яғни сары, yellow, сары. What color is this picture? Қандай түсті гүлді көріп тұрмыз? Жасмин гүлін көріп тұрмыз. Жасмин гүлінің түсі қандай екен? Ақ екен, жарайсыңдар. Ондайше ақ дегеніміз white. Келесі, what color is this flower? Балалар, бұл қандай гүл? Бұл роза гүлі. Яғни роза гүлін түсі қандай екен? Қызыл. Ендеше қызыл деген не деп атайды екен біз? Red, қызыл. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз сонда 3 түрлі бақшада өсетін гүлді өттік. Күнбағыс, sunflower, роза, rose, жасмин. Рахмет, балалар. Мінекей осы гүлдерді есте сақтайды деп сенемін. You are free. Goodbye.